Дұрыс. Бұл саз балшықта адамға 6 түрлі элемент бар. Біз кальцийді саз балшығы арқылы аламыз. Сондай-ақ саған саз балшығы арқылы қалай жақсы пайдасын беретін саз балшығы арқылы сізге көп пайдасы сол пайдаларды алақанымыз арқылы аламыз. Киіп аламыз. Бұл саз балшықта бар. Бұл саз балшықтың илеу арқылы біз көптеген пайдаларды аламыз. Қолымыз батырған суы, яғни мұны қосып отыра тұрып бізге саз балшықтың берер пайдасы өте көп. Саз балшықтың пайдасының бірі біздің алақанымыздың сезу мүшелерін дамытады. Және одан да басқа кальцийдің 60% кальций осы саз балшықтан болады. Сол мен саған келіп үйретемін. Оны пайдалану керек. Осы саз балшығы арқылы біздің ата-бабаларымыз, яғни ерте кісілеріміз бар, құмыра, әртүрлі бұйымдарды осы саз балшығы арқылы жасаған. Сондай-ақ бұл біздің ата-бабамыздан келе жатқан кәсібіміздің кесесі бар. Саз балшықтың пайдасын жаңа түсіндіріп өткенде, сен телефонмен, яғни басқа бос уақыт өткізгенмен осындай пайдалы істермен атқарасың. Сол үшін күнделікті осы саз балшықпен уақытыңды өткізіп, яғни сізге еңбек етуге, басқа нәрсеге көп пайдасы бар саған. Осылай бұйымды жасап болып, әбден сықырлап кеткен соң, осылай өзің бояйсың, өзің дайындайсың. Бұл өзіңнің жасаған еңбегіңнің нәтижесі болады. Сосын үйде пайдалануға арнамызға берсеңіз. Бұл саған біздің жасаған ыдыстарымыз норма. Бұл қышқылмыр ыдыстарымыз осылай сықырлап кеткен соң кептіріп, яғни әрлеп оны бояймыз. Бұл әке көрген оғы жанар деген ата-бабаларымыздан қалып келе жатқан мирас. Бұны сен де ұмытпай осылай жасауың. Бұл ұлттық мұрамыздың бірі. Саған ұмытпасын деп, келешегімізге керекті нәрселер болғасын саған үйретіп жатырмын. Келесіде мен болмаған күндерде, басқа күндерде үйде осылай жасаған уақытымды өткізбеймін. Жарай ма? Жарайды.